Армысыздар, құрметті көрермендер. Әдеттегідей біздің YouTube каналымызда жаңа подкаст. Бүгінгі бағдарлама тақырыбы азаматтық белсенділік. Бүгін студиямызда қонақта спикерлер Бауыржан Ахметжан, заңгер, Әділдік жолы Республикалық қоғамдық бірлестігінің Орал қаласындағы өкілі, және де Жомарт Ерназаров, адвокат. Қош келдіңіздер. Бүгін біздің студиямызға, подкастымызға ең бірінші сұрақ Бауыржан мырза, сізге Әділдік жолы қоғамдық бірлестігінің жұмыс бағытын ашып айтып берсеңіз бізге. Қайырлы күн, Әскербек. Рахмет, осындай қауырт уақыт тауып сізде де бізде де шақырғаныңызға, және де сіздердің каналдарыңызға сәттілік тілеймін. Өйткені қазіргі таңда контентті жасап отырған адамдардың бірде біз қоғамдық бірлестіктер, және де адамдардың яғни әлеуметтік желілерді қараушылардың тек қана ойын күлкі әзілге емес, сондықтан соңғы кезде мына халықтың проблемасы, Қазақстанның тағдыры, кейбір жағдайда коррупцияға қатысты, және де адамдардың өзінің құқықтарына қатысты мәліметтерді, видеоларды, әртүрлі контентті жақсы жиі қарайтыны, әсіресе комментарий жазып, солмен ой бөліскісі келетіні, оны ешкімге де жаңалық емес. Яғни бұл контент өте керекті, пайдалы нәрселерді халыққа жеткізуге болады. Енді біз, яғни Әділдік жолы бірлестігі 2020 жылы құрылдық. 21 жылғы 1 қыркүйектен бастап бүкіл Қазақстанның барлық облыс қалаларында біз ашылдық, филиал ретінде ашылдық. Біздің төрағамыз Исламбек Салжанов, егер біреулерге таныс болмаса, ол белгілі меценат, Ақтөбе облысының тумасы, және де Алтын Қыран Foundation корпорациясы арқылы осы біздің Әділдік жолы бірлестігін қаржыландырып отыр. Яғни бұл жерде басты айтып өтетін мәселе, біз бюджеттен, ішкі саясат басқармасынан, не антикор агенттігінен, яғни бұл айтқанда мемлекеттік мекемелерден, мемлекеттік сатып алу болсын, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс болсын, ешқандай да шартымыз жоқ. Біздің қаржыландыруымыз өзімізден. Сондықтан да біз көбіне тіке және ашық мәселелерді айтамыз және қозғаймыз. Енді мына бір жылдың ішінде біраз жұмыс жасадық. Орал қалалық филиалында да біраз тың мәселелерді көтердік. Енді бұл туралы енді жалпы жылды қорытындылаған брифингті мен бөлек өзім жақында жоспарлап отырмын жаңа жылға қарай. Енді қысқаша бірнеше статистика айтып өтетін болсақ, біз осы бір жылдың ішінде 31 миллион теңгені бюджетке қайтарыппыз. Яғни бұл жерде әкімшілік айыппұлдар салдық, мысалға, дұрысын адал, заңды жұмыс жасамаған шенеуніктерге 31 миллион дейсіз. 31 миллион теңге бюджетке қайтардық, өндірдік. Биылғы жылға бөлінген бюджеттен, не? Жоқ, бюджет жоқ, түсінбедіңіз. Яғни біз коррупцияны қарап, талдап жүріп, мысалға бір мекеме, мысалы Бөрлі ауданының әкімдігінің бөлімі мемлекеттік сатып алуды, мысалы тендерді, конкурс дұрыс өткізген жоқ. Біз оны тексердік, госзакуптың барлығы да ашық мәліметтер қарадық, және оған аудитке, не прокуратура, антикорға хат жазып, оған басшысына айыппұл салғыздық. Сол айыппұл әрине бюджетке қайтарады. Осындай, және де кейбір жерде мемлекеттік мекемелер қосымша құн салығы дейді, НДС. Айыппұлдар, артық төлеп жіберген. Кейде, мысалға, кейбір мемлекеттік қызметкерлер жеке үйді акимат беретін, өздеріне жекешелендірген кезде ақшалары мысалы кем төлеген. Яғни осындай көп ол бұзушылықтар айтатын болсақ. Соны барлығын жиғанда 31 миллион теңге, немесе айына 2 миллион 400 теңгені біз бюджетке салып отырмыз. Егер салыстыратын болсақ, басқа да қоғамдық бірлестіктер бюджеттен ақша алып, соның жұмысын жасап, кейде салғырт қарап, дұрыс, сапасыз жұмыс жасап отырған болса, біз керісінше бюджетке 2 миллион 400 теңге ай сайын салып отыр. Бұл енді өте талқылап, талдап қарайтын болсақ, өте керемет нәтижелердің бірі. Яғни бірінші біздің екі бағытымызда, ол біріншісі осы коррупциямен күрес, іс-әрекет жасау, осыны қалай Әділдік жолының бірінші бағыты жемқорлықпен күрес. Жемқорлықпен күрес. Яғни коррупцияны біз қалай жеңе аламыз, қалай оны тыя аламыз, және де оны алдын алу жолдары. Әрине бұл бізден жалғыз емес, антикор, прокуратура, аудит, барлығы да уәкілетті құқық қорғау органдарымен бірігіп шамамыз келгенше жұмыс жасаудамыз. Енді екінші бағытта бұл яғни халқымыздың, азаматтарымыздың, тұрғындарымыздың құқықтық біліктілігін арттыру. Яғни азаматтар өздерінің құқықтарын білсін. Жаңа мен контент туралы айтып отырғаным да сол. Яғни үкіметке әр азаматтың өз құқығын біліп, дұрыс жүргені, яғни қылмысқа, бұзушылыққа, басқа да жаман нәрселерге бармағаны, және де оған қатысты да сондай құқық бұзушылықтар болмағаны, ол біз мемлекетке тиімді. Ол экономиканың және де
дамуына, артуына да әкеледі. Сондықтан да бұл жұмыстар бойынша енді біз не істеп жатырмыз? Енді көбіне ауылдарды, аудандарды аралаймыз, халықтарға, яғни тұрғындарға енді заң түсіндіру бар, арызын қарау бар, әртүрлі көмектер береміз. Бізге кейде жеке заңгерлер мен адвокаттар көмектесіп отырады, бірақ бұл жерде ең бір біздің өзіміз жасаған бір лайфхагымыз, яғни біз ауылға барып, сол ауылдың мәселелерін көтеріп, тізбектеп, мысалы жолы жоқ, интернет шамалы, мектебі былай құлай деп тұр екен, немесе жолдың бойында, мысалы Орал Атырауда трассында мысалы ұялы байланыс телефоны жасамайды, соның бәрін жинап, біз уәкілетті органдарға жібереміз. Яғни бұрын осыған дейін де байқасаңыздар, депутаттар, басқа да бірлестіктер, немесе де бір басқа мемлекеттік органдар барған кезде халықпен кездесіп, әңгіме айтады, барлығы сол жерде әңгіме ретінде қалады. Біздің ойлап тапқанымыз бұл оның барлығын тіркеу, фотоға да, видеоға да, және сол проблемалар туралы арыз жазып, егов порталымен ол әкім болсын, прокурор болсын, немесе де басқа да уәкілетті органға оны жолдау. Яғни бұл жерде менің заңгер ретінде айтатын лайфхагым, кез келген шаруаны немесе мәселені көтеріп, оны ол бойынша түпкілікті шешімін жету үшін ол туралы арыз жазылу керек. Бізде көбіне көп барлығы әңгіме түрінде қалып қойып жатады. Осындай проблемаларды көтереміз, бүкіл аудандарда болып шықтық, салынбай жатқан жолдарды көрдік, ақшалар аударылып кетіп жатқан. Қазір мысалы кеше ғана Тасқалаға барып келдік, ертең Тайпаққа жол жүреміз, ақшасы аударып жіберген, уақыты өтіп кеткен, 1 қыркүйекте, 1 қазанда күрделі жөндеу мектептерде әлі болып жатыр. Ауылдарға бардық, кішкентай балалар осындай шағын жерде, немесе акиматта, немесе Қазпочтада, басқа жерде тығылып сабақ оқып отыр. Ондай проблемалар өте көп. Оны біз сияқты тәуелсіз бірлестіктер көтермесе, шауып барып прокурор немесе басқа да бір, немесе әкімдіктің өзі бұл жанайқай деп көтере қояды, немесе журналистер де оны көтере қояды деу, оған сену өте қиын. Қалай дейсіз ғой? Қысқаша. Түсінікті. Енді әңгімеңізден, айтқан сөздеріңізден түсініп отырмыз, әділдік жолының жұмысы қандай екен, бағыты қандай екен. Енді сізге сұрақ, сіз бұрын Батыс Қазақстан облысы прокурорының аға көмекшісі болдыңыз, қателеспесек. Қазір осы бағытқа келуіңізге не себеп болды? Прокуратура жақта жемқорлықпен күресу. Бұл жерде енді біріншіден мен прокуратура саласында әрине біраз 11 жыл жұмыс жасадым, біраз бағыттарды көтердім. Ол жерде де, ол жоба түрінде де жасадық, және де бірақ дегенмен де мемлекеттік органдар жұмыс жасай жүріп, оның ішінде құқық қорғау органдарда кейбір мәселелерді жалғыз өзін көтеру ол кейде мүмкін емес. Өйткені бәрібір ол жерде құқық қорғау органда иерархия болады. Яғни оның ішінде прокуратурада бұл иерархия бір-біріне бағынышты, сенің алдында бір басшы, екінші басшы, орынбасары, осы прокурор, бас прокурор деген сияқты. Сондықтан да ондай мәселелерді ылғи көтеріп, немесе де түбіне дейін жету кейде мүмкін болмай жатады. Және жалпы бізде Қазақстанда қалыптасқан қазір жүйе, бұл енді кейде бір-біріне, былай айтқанда енді қалай деп айтады, енді жасырып кейбір мәселелерді, немесе көлбеп көмектесу. Яғни мен кеше жазған соңғы постымда да соны айтқан болатын. Яғни аудан немесе облыс прокурорларының шамасы шағын ғана ауылдың әкімдеріне, бөлім басшыларына жете қояды. Қала әкімі, облыс әкімі, үлкен тұрған шенеуніктерге прокурордың тісі бата ма, не антикор, немесе оны жөнге келтіре ала ма деген сұрақтар кейде шында да халықты толғандырады. Сондықтан да және де бұл менің енді азаматтық позицияның бірі, ол коррупцияны бұл тыю, енді мемлекеттік органның ішінде жүргенде бағанағыдай айтуға, көтеруге, былай айтқанда тыйымдар болса, енді регламенті бар, бір шеңбері болады, өзін шыға алмайтын. Сондықтан да менің жеке заңгерлік, яғни фрилансер, осы тәуелсіз жұмысқа шығып, өзімнің, былай айтқанда енді осы органда жинаған тәжірибемді, білімімді бір салаға жұмсай алатынды өзім сездім. Сондықтан да осындай шешім қабылдап заңгер болдым. Содан кейін мені әлеуметтік желіде өзім заңгер болып жүргенде Жәкең екеуміз ауылдарды сол кезде аралап жүрдік, қоғамдық бірлестікте жұмыс жасамайық. Сол жұмыстарын мені көріп, осы әділдік жолы мені өздеріне шақыруға ұсыныс жасады. Азаматтық өздеріңіздің жеке елге деген азаматтық белсенділіктеріңізді көріп шақырды. Тамаша, керемет. Жәке, қош келдіңіз. Біздің студиямызға ендеше сіз де әңгімеге араласып, еркін форматта әңгіме айтып отырайық. Сіз енді өз қызметіңіз туралы,
қазір қандай жобалармен жұмыс жасап жатсыздар? Сол туралы айта кетсеңіз. Енді біз адвокат деген адамдардың құқықтарын қорғау мәселесінде енді салада жұмыс көп қой. Ең бастысы қазіргі таңда біздер Дом права адвокаттық кеңсесі жалпы бағытымыз құқық көмегін көрсету барлық салада да, азаматтық болсын, әкімшілік, қылмыстық істер болсын. Көбінесе енді өз басым мен қылмыстық істермен айналысамын. Соның ішінде экономикалық қылмыстар, жемқорлық саласындағы адамдардың құқық қорғау мәселесі. Енді конституциямызға да, заңымызға да сәйкес әр адам коррупциямен күресу құқы болып есептелінеді. Сондықтан да егерде бір құқық бұзушылықты көріп жатсақ жемқорлық саласында, тек қана жемқорлық саласында жалпы адам соны хабарлай отырып, соны айту туралы белгі беру. Мәселен, егерде демократиялық елдердің тәжірибесін қарайтын болсақ, Америка құрама штатының өзінде де, мәселен, қарапайым бір құқық бұзушылықты көріп отырса, міндетті түрде хабарлайды. Біздерде бір совет үкіметтен қалған, егерде хабарласан бір дұрыс емес сияқты көрінеді. Жалпы олай емес. Неге сен барлығымызда осы заңның тәуелділігіне, міндетті түрде әділеттілігіне үлесіміз салып отыруымыз керек. Манаға Бәкен айтып тұрған сияқты, мусордың өзінде де деген сияқты. Ең бастысы енді адвокаттық салада мен өзім тәжірибеден 20 жылдан астам енді осы заң саласында жүрміз ғой. Адвокаттық саласында осы соңғы 4 жылдың ішінде көп құқық бұзушылықты көріп жатамыз. Кейбір уақытта адамның құқығын қорғай жүріп, өзіміздің де құқықтарымыз тапталып жатады. Мәселен, адвокат ретінде. Сондықтан да, мәселен, біз полиция ғимаратына келгенде, біздің қорғауымыздағы адамды ішке кіргізіп алған, мысалы, жауаптағысы келіп жатыр, ал адвокаты ол біз келіп тұрмыз, біз ішке кіре алмай жатамыз. Ол тек қана мысалы маған қатысты емес, жалпы айтамын. Сондай проблема ол бар. Жалпы естіп жатамыз, иә. Сондықтан да бұл дұрыс емес. Егерде адвокат өзінің қызметтік куәлігін көрсетіп, хабарламаны көрсетіп айтатын болса, менің қорғауымдағы адамға мен келіп тұрмын. Құқық қорғау органдары міндетті кіргізуге. Мәселен. Сондықтан да бұл республикалық адвокаттар алқасында да бұл мәселе көтерілген болатын. Сондықтан да қазірден адвокаттардың құқығын қорғау комиссиясы да құрылып жатыр. Неге десең, кейбір уақытта осындай қажеттілік туады. Оны айтайын дегенім, неге десең, әр адам өзінің құқығын қорғау уақытында міндетті түрде қорғаушыларға, яғни адвокаттарға жүгінеді, заңгерлерге жүгінеді. Ал егерде мысалы сол заңгерлердің, адвокаттардың мысалы айтқанда құқықтары бұзылып жатса, ол өте өрескел нәрсе. Сол бойынша да біздерде әкімшілік кодексте де, қылмыстық кодексте де адвокаттың жұмысына, заңды жұмысына кедергі жасау бойынша ол қылмыс болып есептелінеді. Сондықтан біз сол жерде көмекші прокурорға хабарласып, немесе өздеріміздің айқайымызбен өзіміздің қорғауымыздағы адамға кіріп жатамыз. Ондай міндетті түрде кіргізбей қалған мүмкін жерлер болған жоқ та, дей тұрғанмен бір уақыт ұстау, созу, соны кіргізбеу мәселесінде іште біздің қорғауымыздағы адамнан адвокатсыз жауап алып алу деген мәселелері көтеріліп жатыр. Айтып жатқан енді проблема өте көп. Мәселен, әр адам құқық қорғау органына барған уақытта өзіне қарсы жауап бермеу құқылы. Адвокатты талап етуге құқылы. Мәселен, сол кеңінен айтып, осындай форматтарда адамдардың құқықтарын жалпы хабардар етуге шақырамыз сол уақытта. Түсінікті. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз тек қана жемқорлық емес, азаматтық белсенділік жөнінде. Енді жаңа сіздерден естіп жатырмыз, ауыл-ауылды аралап, елдегі тек қана мемлекеттік органдар емес, антикор секілді сіздерде жаңағы әділдік жолында, әділетті қоғам құру жолында атсалысып жүрсіздер. Жалпы біздің осы облысымыз тұрғындарының белсенділігі қандай осы жолда? Енді белсенділігі өте төмен. Өйткені мысалы соңғы тамыз қыркүйек айларында бір ай жарымның ішінде 25 ауылда болдық. Ол 6 аудан, осы жақын айналадағы. Мына шеті Жаңғала, мына шеті Шыңғырлау. Ортасында Бөрлі, Теректі, енді Бәйтерегің бар, бәрі кіреді ғой енді. 25 ауылдың жеріне 25 ауылға біз қараптан қарап барған жоқпыз. Бұл тек жол мәселесін көтергенде. Біз Госзакоп сайтын аштық.
әкімдік қай жерде асфальт салайын деп жатыр, мысалы биылға, немесе асфальт салынған асфальтқа мысалы күрделі жөндеу, орташа жөндеу жасайын деп жатыр. Мысалға айта аласыз ба, қай ауыл? Сол тізімді алып алдық, енді айтып тұрмын ғой, мысалға Жаңғаланың өзінде. Қай ауылына дейін? Өзінде? Иә. Ар жағында көп жасар, Жаңғаладан көп жасар, 13 километр миллиард бір нәрсеге, иә? Міне 2 объект ба? Бәйтеректің ауылдары бар мына жерде біз барған. Чувашың бар, Достығың бар, Мичуриннің іші, Асанның іші, сосын былай астық, Теректеде Айтиев пен Тоқбай, на Федоровкіден айналып Ақсайға кететін жол, сосын Бөрлі аудандағы Бөрлінің өзі, Ақсайдың іші, Шыңғырлаудың ішінде 15 па 20 көше. Яғни, енді айттым ғой, 25 ауыл. Бұлардың бәріне асфальт не жөнделу керек, бұрынғы асфальт болса, не жаңадан салыну керек. Қаражат бөлінген. Қаражат бөлінген, 30%-дарын, кейде 50%-дарын аударған. Біз бұл жерден бірнеше проблеманы көтердік. Ең бірінші сіздің сұрағыңызға қатысты. Осы 25 ауылдың тұрғындары бізге 25-нен біреуде болсын арыз жазған жоқ. Яғни біз бардық, осылай өзіміздің телефонымызды апарып, штативіміз бар, видео түсіреміз, өзіміз сол жерден фото суреттерін саламыз. Енді бізге видеомызды әрлеу үшін мына азаматтардың жан айқайын тыңдайық деп олардан сұраймын. Ол бала, кіші, қазақ, орыс, украин болсын, кемпір шалыңда бар, кәсіпкеріңде бар. Бірде-біреу бізге не сұхбат берген жоқ. Мен айтамын, сұхбат бермесең арыз жазып берші, болмаса бізге қосымша болсын, жіберейік, жазбайды. Неге десем, бәрі де бір қорқыныш. Яғни қазақша сөйлесін, орысша сөйлесін, бәрі де қорқады. Ой, ертең участковый келеді, ой, ертең акимат бірден істейді. Жоқ, балам ана бір жерде бюджеттік мекемеде жасайтын еді деген сияқты. Мен оларға тіпті намыстарына тиіп айта бастадым. Менің атым Бауыржан. Мен Оралда тұрамын. Мен көшемде асфальт. Маған бұл проблема былай айтқанда керек емес. Маған ол ешкім ақшада айтып жатқан жоқ. Бауыржан, сен барып Шыңғырлаудың проблемасын көтерші деп. Өзім сіздерге көрсетейін, оятайын. Сізді ешкім шақырған да жоқ қой ауылдан, иә? Желіге салып, халыққа көрсетейін деп жасап тұрмын. Ол бірақ жол сендерге керек. Өйткені Шыңғырлауға не Жаңғаланың ана көп жасары, кішкентай ғана ауыл, келді асфальт. Одан кейін асфальт келмейді сендерге. Болды. Бірінші рет келіп жатыр, болды. Енді келмейді. Келсе бір андасына жөндеуге жасасам, сендерге керек деп айтамын. Енді кішкене шынымен енді ауылға керек қой енді. Өзің тұрған, сол өңірде тұрған жанға керек қой. Оларға керек, олар айтады, жоқ, бәке, сіз өзіңіз айтыңыз, өзіңіз жазыңыз, салыңыз. Енді осы видеоларды мен жинадым да, қазір TikTokта бірнеше жерге салдым ғой. Мысалы, ана көп жасардың өзін 150 мың, 170 мың адам қараған, соңғы мына 2-3 айда. Енді маған көп адамдар, яғни басқа ауылдар, біз жете алмаған, бара алмаған басқа облыстардан жазады, бәке, бізге келіңіз, мынаны қарап кетіңізші, мына жерде бар. Мен оларға жазам, сен телефонға видеоны түсір, әдемілеп, суретін түсір де маған жаз, жібер, немесе бана арызыңды қос деп. Ондайды олар істегісі келмейді. Яғни былай қысқаша айтатын болсақ, қазіргі біздің де өзіміздің халыққа, қазаққа, яғни біреу керек, келіп осы жұмысты жасап беретін, айтып беретін, көрсететін. Жасататын дейсіз ғой, келіп, айтып, сол жандардың мәселесіне. Ешкім сізге ауылдан осылай деп арыз жазған жоқ. Өзіңіз бардыңыз. Интернеттен, Госуптан көріп. Желіде де пост жаздым әдейі арнай. Бұлай біз қазақтар халық былаймыз. Ой, ана акимат мынан ақша жейді, прокурор мынандай, полиция мынандай дейміз. Яғни біз билікті жамандаймыз. Дұрыс жасай алмайды. Жамандауымыздың да арасында бір жақсы сындары бар. Бірақ өзімізде де оларға ілескіміз келмейді де дұрыстап. Яғни билікті әділ болу үшін, билік өзінің міндеттерін халықтың алдында конституциямен бекітілген дұрыс жасау үшін халықта талап ету міндетті ғой. Талап ете алу да керек. Кешегі мысалы подсъемный жігіттер, естіген шығарсыздар, видео түсірді, президентіміз Тоқаевқа үндеу жариялады. Олар менің алдында сол мына бүкіл шараның алдында менен келіп ақыл сұрады. Олар бірден көшені жапқылары келді. Яғни өздерінің проблемаларына подсъемныйда су жоқ, судың шұңқырларын қалай солай қазып бытшын шығарып кеткен басқа фирма, басқа жақтың миллиард 400-ге асфальт жоқ деп проблеманы көрсету үшін. Мен оларға бірден ескерттім, сендер оны жолға жаппаңдар, жолға шықпаңдар. Бірінші арыз жазып алыңдар, видео түсіріңдер. Яғни бірінші былай айтқанда заңмен көзделген іс-әрекет жасаңдар. Болмай бара жатса, сосын мен сендерге тағы айтарым деп солар басу айттым. Олар сосын жақсы, дұрыс айтасыз деп. Жолда да жапқан жоқ, бірақ видеосын түсірді, әкімді шақырды, бүкіл әкімдерді жинады, проблеманы телеканалдарды шақырды. Яғни ондай бірен саран ғой. Жымпитын халқы ондайға жақын кішкене пысық. Олар асфальт салып жатқанда, мысалы жымпитын халқы ана метровкамен өлшеп жүреді. Шартты көтереді де, мысалы анда жазылып тұр ғой, 3 метрден 2 полоса 6 метр болу керек асфальт. Қалған ауылдың ішінде мысалы. Олар соны өлшейді. Енді подсъемный жігіттері міне шықты. Қалған жігіттер қайда? Мен талай жігітке айттым, сол Шыңғырлауында, Жаңғалада, Теректе де бар. Бірақ енді эффекті болды. Біз кеткеннен кейін облыс әкімі сұхбат берді бүкіл халыққа. Ой,
бізде битум жоқ деп. Бірақ бір аптадан кейін сол біз барған ауылдарға асфальт келіп салына бастады енді. Яғни бұның да тиімділігі бар, бірақ енді бір адам үлгере ме, өзіңіз ойлаңызшы. Әрбір ауылдан осындай бір азаматтан шықса, әрбір жолда жаңағыдай жымпит секілді тексеріп алатын болса, азаматтық белсенділік танытып, өзіміздің өмір сүруіміз жеңілдейді ғой. Жолға, жағдайымыз бізге керек заттар ғой енді. Ауылда сізге керек емес, жаңағы қаладағы кез келген шенеунікке ешкімге де керек емес қой. Жолдар әрбір ауылдың жолы, әрбір ауылдың азаматына керек қой. Ол енді түсінікті. Енді барша жандарды, жалпы азаматшаларды өздеріңіздің өңірлеріңіздегі мәселелерге бейқам қарамауларыңызды сұраймыз. Ағаларымыз секілді, әрбір жан өзіміздің азаматтық белсенділігімізді көрсетіп, енді жаңа бір сөздеріңізді айтып жатсыз, әлеуметтік желілерге салып жатырмыз деп жатсыз. Қандай әлеуметтік желілерден көруге болады? Азаматтар сіздердің видеоларыңызды көріп, мүмкін олардың ауылдарында да проблема олар. Жалпы жаңа контенттер дайындалып жатыр ма? Жаңа жылға қандай жоспарлар бар? Бұл енді салатын сол Қалай сізде Инстаграм, қандай? Айтып өтсеңіз, мүмкін сізге мына подкастты көргеннен кейін кейбір жігіттердің енді жеке жолыққысы келетін шығар. Мынандай әңгімеден кейін. Инстаграм, Фейсбук, ТикТок ол енді Бауыржан Ахметжан, немесе Заки консалтинг деп қарауға болады. Жомарт Ерназаров деп жазсаңыздар, енді біз енді оны жазғанда да әдейі ыңғайлы қылдырып қоямыз ғой. Табу үшін. Жасырын емес, никтар жоқ, кәдімгі аты жөнімізбен. Сол жерде біздің WhatsApp-тың телефон нөмірлеріміз де тұр, яғни кіріп био арқылы өздерінің мәліметтерін, ақпараттарын бере алады. Бірақ біз бәрі үлгермейміз, өйткені халық өзі көмектесу керек. Ішінде бір арыз жазатын. Енді қаншама мәселе бар, қаншама елді мекен бар, енді олардың барлығына екеуіңіз үлгеру қиындау болар енді жұмыс. Былай қарасақ, жалпы мына жемқорлық қылмысы ол өте жасырын жасалатын нәрсе ғой. Міндетті түрде біреу береді, біреу алады деген сияқты. Сондықтан мына жемқорлық тоқтататын кедергі ол қоғамдық белсенділік. Ана айтып жатқандай. Сондықтан заңға көп өзгерістер енгізу керек жалпы бұл бағытта. Мәселен, неге мынандай күрделі жөндеулер, жол салу болсын, тағы да басқа салу болса, ең көбінесе жемқорлық сол жерде тұнып тұрған нәрселер жасырын өтеді. Жасырын емес, енді мына порталға шыққанымен оны халық бейхабар болады. Егер де міндетті түрде ол газет бетіне жарияланатын болса, жоспар, жалпы осы ауданда осындай жұмыстар жүргізіледі деген сияқты. Мүмкін жоспарланып жатыр. Осы биыл жол жүреді десе де мысалға. Сонда кісілер біліп отыратын еді оны. Көбінесе оның барлығы бір ойналып кетеді, ешкім оны порталдан қарамайды, қарапайым халық. Жөндеу басталып жатады, оның жөндеудің уақыты да ұзақ, 3 жыл дейді мысалы. Сөйтіп ақша аударылып жатады да, оны қабылдап алып жатады ақшаны мысалы. Ешкім, бізде мына жерде бір көшені ондап жатқан сияқты деп көреді де, одан кейін бір тынышталып қалады. Немесе бір күз болғанда басталады ол жөндеулер деген сияқты. Сондай ескертулер көп қой, күз болғанда, қыс болғанда қармен бірге салып жатыр жолдарды, әлеуметтік желілерден видеоларды бәрін көреміз ғой. Сондықтан мана Бәкен айтқандай, расында да сол жерде тұрғылықты жердегі кісілерге керек те басында. Сол жол керек, сол мектепке өздерінің балдары барады деген сияқты. Сол мәдениет үйінде өздері мана әлеуметтік қоғамдық нәрселерді көріп отырады. Ең бастысы, әрбір жерде қоғамдық белсенділік танытып, соның қадағалап жүретін болса, мына егерде сол жерде отырған жемқор шенеунік мына ақшаны жеп қалам десе, оған үлкен кедергі болады. Егерде жасалып жатқан қылмыстар туралы хабардар етіп отырса да, қазір мысалы мен естіп жатам, баяғыда КРУ-дан, прокуратурадан тексерісінен қорқатын едік дейді шенеуніктер. Қазір деген әділдік жолы деген бір пайда болды. Қазір содан да қорқатын болдық деп. Әңгіме деген мына жерде қорқуда емес қой. Әңгіме әділ сол жерде шаруаларын жасауда. Олардың да айтқанда қоғамдық белсенділік танытып араласуы, сол жерде дұрыстық болсын, сол жерде әділдік болсын деген бағытта жұмысымыз. Әрине. Енді әділдік жолы бұрын прокурордан қорқады, әділдік жолынан қорқады деп жатсыз ғой. Ағамыз прокурорда істеген, біздің әділдік жолына ауысқан. Енді жұмыстарыңызға өте риза болып отырмын. Менің өзім сіздерді қолдаймыз. Жемқорлық деп жатсыз, қорқады деп жатсыз да. Енді ұрлықты қорлық дейді ғой. Ешкім жасырын түрде хабарлап отырса, әрине білуге болады. Енді жалпы госсок жөнінде айтып отырсыз да, халық білмейді. Соларды мысалға әкімдер жылдың басында есеп береді ғой, әрбір ауылдың елді мекені сол кезде айтпай ма?
Жоқ, олар деген енді есебімен қорытындымен айтады ғой. Жалпы осылай болды, осындай жұмыстар. Ал қорытындылағанда жоқ, жоспарды айтпай ма екен енді? Жоспарды мүмкін айтатын шығар, мүмкін жасырып қалатын шығар көбінесе. Ең бастысы бұл кәдімгідей жарияланып тұру керек қой. Хабардар етіліп тұру керек, халық оны біліп отыру керек. Жаңа мысалға есеп бергенде жоспарламай бірден есебін айтамыз онда? Жоқ, кейбірде енді айтады ғой, осындай жоспарда бар, оны істейміз деп. Мүмкін енді халық оның кейін жіберіп алатын шығар. Мүмкін манағыдай қарапайым тілмен айтпағасын халық оны түсінбей жататын шығар. Көбінесе манағы мемлекеттік сатып алуда тағы да үлкен проблемалар. Бұл манағы чиновниктерді кейбірде мәжбүрлі түрде ақшаны аударып жіберіп жатады, негізі освоение керек деп. Сондықтан да мына жерде манағы заңға көп өзгерістер енгізілу керек. Егер де расында да жұмыс жасалмай жатса, міндетті түрде шартты манағы бұзу мәселесінде қарау керек те. Көбінесе шартты жасап қойдық қой, ол істейді ғой деген сияқты ақшалар кейде аударылып кетіп жатады. Бұл ақшаны аударылып кетіп жатса, егер де жұмыс істелмей, бұл заң бұзушылық болып есептелінеді. Неге десең, ешқандай жұмыс істелмей ақшаны аударып жіберу ол дұрыс емес. Кейін сол манағы өнім беруші сол жұмысты істемей кетіп қалып та жатады. Мәселен, ақша былай айтқанда ауып кеткен. Абылай, мысалға жұмыстың басында бір ақшаның бір бөлігін беріп, солай істемей ме негізі? Жоқ, енді шартқа байланысты ғой. Кейбірде 30%-ын аударып, манағы алдын ала ешқандай жұмыс істелмесе де 30%-ын аударып, неге десең, ода кәсіпкер, ода манағы өздерінің нелері бар, заттарын алып жұмысты бастаймын деп келеді де, кейбір манағы проблемалармен өзінің жұмысын тоқтатып қалады, немесе мүмкіндігін есептемей қалады деген сияқты. Немесе ешқандай жағдайы жоқ кәсіпкерге мемлекеттік сатып алуды ұтып беріп жатады. Жағдайы жоқ дегенде техникасы жоқ та? Техникасы жоқ, адамы жоқ, ондай мұрнына иіс бармайтын кәсіпкерді. Ең бастысы ол қызығатыны соның көлемдегі ақшасы. Осыны алып алайыншы кейін деп. Манағы сол жергілікті жердегі кісілерді жалдап жатады кейін. Соның тракторын алып жатады, солардың мысалы жұмыскерлерін алып жатады. Ал ұтып алатын мысалы басқа өңірден келген мысалы кәсіпкерлер бағарасық. Бұның артында енді үлкен жатыр дейсіз ғой да, басқа өңірлерден келген жаңағы техникасы жоқ, жол салатын адам мысалға мүлдем күрегі жоқ, ол қалай өтіп алады мысалға. Сосын одан ертең айыппұл салынғанда ол жанда мысалы ештеңе жоқ қой. Ол жай ғана ашты, ол қалай? Айыппұлда емес қой мәселе. Жоқ, ертең жоқ, қайтарылған кезде деймін да қалай? Қозғалып жатса, қылмыстық іс қозғалып жатса, бас бостандығынан айыру мәселесі. Бірақ сол проблема қайтадан сол проблема болып қалып қояды ғой сол жерде. Соның зардабын шегеді сол жердегі қайтадан халық. Сол жол салу керек болды, ақшаны жеп қойды, сол халық қайтадан несіз отыр. Мәселен енді қазір біз Бөкейордаға, Жәнібектің жолдарын көріп жатырмыз қандай. Халық деген қанша жылдан бері сол қазір деген зардабын шегіп келе жатыр. Сіз ойлап қараңызшы, қазір деген мысалы осындай күзде, қыста егерде ана жерде әйел адам бостана алмай жатса, оны мында жеткізе алмай қанша әйелдер өліп кетіп жатады мысалы. Немесе күрделі операция керек, қайтадан қалаға жеткізе алмай жатады. Осы жолдың кесірінен. Сол жерде кезінде ақша бөлініп жеп қойған болса, негізі бөлінді жерлердің барлығына да бөлініп жатыр ғой. Сол бойынша да қазір президент мысалы айтып жауапкершілікке тарту мәселесінде қазір салынып жатыр ғой жол. Былай жерге дейін барған секілді. Жол салынып жатыр, ол жыл сайынға бөліп салған, бірақ кезіндегі уақыттарын олар өткізіп алған. Иә. Өйткені ол енді біріншіден өте алыс, өйткені ол ауылдың ішіндегі 1 километр көшені салу емес қой. Енді 500-600 километр, және де олар лотқа бөлген әр участыққа. Соң және ол республикалық жол, оны мына жерде мына Қазавтожол жасап отыр. Былай айтқанда енді биыл енді министр инфрақұрылым екен, жаңағы жолдарды қарайтын министрдің өзі орынбасары келді, енді бірнеше рет айтып кетті ғой, енді былтыр арғы жылдана президент келгенде де айтқан болатын. Яғни негізі ол жол мәселесі, мына мемлекеттік сатып алу бар, мына күрделі жөндеу үлкен объекттер бойынша бұның тақырыбы ол менің ойымша бөлек бір сұхбат. Өйткені бұда проблемалар деген біз сізге тек шет жағын ғана айтып отырмыз. Мысалға бана да сіз айтып жатсыз ғой, неге мысалы әкімдер айтпайды деп. Мысалға былай істейікші, мына біздің шенеуніктер, әкімдіктер, жалпы мына мемлекеттік бюджеттік мекемелерді жасайтын қызметкерлердің мен бір таңғалатыным ол өз жұмыстарына бір немқұрайлы қарауы. Көп жағдайда бәрі емес енді. Олардың ішінде жақсы жігіттер, қыздары бар. Бірақ көбінің солай немқұрайлы қарау. Мысалға, қазір Инстаграмға кірейік, қарайық, таңдайық. Орал, Стамбул, мысалға, иә, или Орал, Атырау, Дубай дейік, Египет дейік. Сіз бізге 4 сөйлемде қысқаша айтып, әдемі етіп жазып береді. 400 мың теңге. Мысалға, Оралдан мінесіз, Атырауға тоқтаймыз, Стамбулдан бір түсеміз.
мынандай қонақ үй, таңғы асы қосылған, тағы не мысалға рюкзагыңызды, паспортыңызды, жылы бір курткаңызды алып шығыңыз. Болды, бір 3-4 сөйлеммен сенің бүкіл жоспарыңды жасап беріп тұр. Енді банағы әңгімеге оралайық. Иә, осы ауылда жол салынайын деп жатсың, немесе ана мектептері быт-шыт болып тұрған күрделі жөндейін деп жатсың. Акиматтар біріншіден оны хабарламайды ешқашанда, яғни тіпті айтпайды. Олардың да Фейсбугі бар, олардың да Инстаграмы бар. Яғни халық шынында да бейхабар. Білмеймін, не үшін жасалатын, бірақ осыны біз әлі өзгерте алмай жүрміз. Жалпы жергілікті атқарушы органдарда әкімдіктер істейтіндердің ойын. Екіншіден, ал енді субсидия алатын мәселе бойынша, аукционға немесе де қосымша жер алу мәселесі, яғни басқа да кәсіпкерлерге, әсіресе кәсіпкерлерге қарапайым шаруа қожалықтарына болсын қажетті заттарды олар туралы ақпаратты банағыдай акиматтар шығарады, сайтына салады, Фейсбукқа салып атады. Бірақ ол жерде 4 сөйлем болмайды ондай ыңғайлы. Сен мына құжатыңды алып кел, мынандай субсидия аласың, ол үшін мынандай мысалға қой сатып алуың керек сияқты. Ол жерде олар алады да, не заңды, не ережені көшіреді түгел. Сосын алады да сол мәтінді салып қояды. Ол шаруа қожалығы немесе де жеке кәсіпкер ашайын деп жатқан жігіт немесе басқа да азамат ол заңгер болмауы мүмкін. Ол ана сөйлемді түсінбеуі де мүмкін. Оған біз сияқты бір заңгер келіп қарапайым сөзге аударып бермесе. Яғни ол жерде де ол, яғни былай айтқанда бізде ашықтық жетіспейді. Жалпы біздің мемлекеттік органдарда ашықтық. Яғни дұрыс айтқысы келетін жеткізе алмайды. Мен ойлаймын, және оның түбінде мынадай не жатыр, не жұмыс деп қарау, жұмыс деп қарағанда мынандай, ой, білетін адам білет, манағыдай, қоя қойсыншы деген сияқты. Анағыдай Инстаграмдағыдай жеке манағыдай азамат сияқты кәсіпкер ретінде өзіне тартып, мен клиентімді жинаймын, шақырамын, сыйлаймын, өйткені ол клиент маған табыс әкеледі деп акиматына қарапайым халыққа сөйтіп қарайтын болса, онда жұмыстың бәрі мен ойымша өзгереді. Мысалы президентіміз айтады ғой, еститін мемлекет дейді, айтушы қоғам дейді. Бізде еститін мемлекетте де енді шала жансар күйде, айтатын қоғамда әлі ұйқылы ояу. Кеше ғана бір антикорды субсидия бойынша жиналыс болды, субсидиялар өте дұрыс берілмейді екен. Ояқта да проблема екен, бір үлкен алып проблема субсидия бойынша. Мен бір ғана бір өзім ұсынысымды айттым. Мен айтамын, ана субсидия беретін ауыл шаруашылық басқармасына сендер әр қожалыққа енді қанша деді, бір 100 ба, 200 ба, көбіне бір айналып бір келетін шаруашылықтар ғой, жеке кәсіпкерлер әрқайсысына субсидиясының мәселесін яғни берген кезде олардың арыздарын қарағанда туған ініңе, туған бір қарындасыңа беріп жатқандай қара дейді. Неге дейді ана басшысы? Айтам, өткен сендер қалай, неге? Сіз туған ініңізге қалай бересіз мысалы субсидия, мысалы бір нәрсе берсеңіз, тәптіштеп, түсіндіріп, қолына ұстатып, бәрін былай деп түсіндіріп бересіз ғой. Бұл да солай болсын деген сияқты ғой. Яғни осы бізді, осы сол салғырттыққа және олардың салғырттығына бір қарапайым халықта көз жұма салады, шағымданбайды, айтпайды, және оны дұрыстауға да яғни дұрыстауға да бір енді ой шамалды. Енді тағы бір ой қосарым, мен ылғи мына біздің көрермендерге, жалпы кездесулерде депутаттарға бәріне айтам. Біз көппіз, халық мысалы басқасының облысында 700 мың адам бар. Мына шенеуніктер көп болса бір 2000, 5000 адам бар шығар. Яғни біз олар бізден шығып жатыр. Біз сияқты адамдар оларда. Яғни біз оларды тәрбиелеуіміз керек. Тәрбиелеу үшін біз тек оларды дұрыстап тұрып бақылауымыз керек. Ашық мәліметтермен. Болды. Біздің жалпы өткен шығарылымда кәсіпкер білетін боларсыздар, Асхат Рамазанов келді. Ол мемлекеттен ештеңе күтпе, өзіңнен баста дейді. Ол туралы не айтасыздар? Енді ол мемлекеттен күтпе дегенде әрине өзің манағы шаруанды жасау үшін немесе кәсіпкер болсаң, өзің манағы шаруаны жаса деген сияқты бағытта ғой. Ал енді мемлекеттің өзінің міндеттері бар ғой, жасайтын. Халықты қамтамасыз ету, оның жолын салып беру, оған манағы жағдай жасау деген сияқты. Сол мәселелерде ол мемлекеттен күтпей, жолды салуында. Мәселен сол салынып жатырған жолды сен қадағаласаң дұрыс. Немесе көбінесе біздерде қалай мемлекетке қол жайып жұмыс тауып берсін деп отырамыз. Олай да дұрыс емес. Әрине өзің екі қолын сау бір көрік ұстай аласың деген сияқты әңгіме ғой. Көбінесе мысалы былай қарасақ, кейбірде ана жылдар бір бағдарлама қабылданды. Манағы ауыл қыстақтарда болады ғой, свет жоқ, малды суара алмайды. Сондықтан мана солнечный батарея программасы қабылданды. Яғни кәсіпкер дегенде мана қожалық, егерде сен далада қыстағын болса,
сол қыстақта светің жоқ болса, сол ана малыңды суара алмай отырсаң, онда өзің ақшаны кәсіпкермен келісім шартқа отырып, сол солнечный батареяның несін системасын қойып, мына свет арқылы сен құдықтан су тартып малын суарасың деген сияқты. Кейін сол ақшаны 80%-ын үкімет саған толықтай субсидия. Субсидия қайтарып береді. Ал айналып келгенде не болды? Айналып келгенде манағы қайтадан сол жерде ақша ұрлау мәселесі басталды да. Көбінесе кейбірлері бастары жететіндері жоқ, ондайға араласпай дұрыс бәрін заңды жасап, өздеріне керемет миллионнан астам мысалы аппарат қойып алды. Қазір сол қыстақтарда светтері де бар, суы да бар, мысалы мал суаратын. Ал көбінесе кейбіреулер не істеді? Кейбіреулер манағы сыбайлас жемқорлыққа жолымен барып, шамалы нелерді қойып, манағы аппараттарды, сол ақшаны деген ішінен жеп қалғысы келіп, немесе манағы сол шенеуніктермен сөз байласып деген сияқты шаруа жасады. Айналып келгенде манағы сапасыз қойғандықтан не светі жоқ қайтадан, не малды да суара алмай отыр. Енді айналып келсек, осыған былай қарағанда мемлекеттен аузын ашып мемлекетке қарап отырмау керек қой. О да бар, әрине. Бірақ мемлекеттік бағдарламамен жасалып отырған жұмыстарды міндетті түрде пайдаланып, соның көмегін алу керек деп ойлаймын. Бір сөз қосып өтейін Жәкеңге. Мына халық және де шенеуніктердің бір әлі түсінбейтіні, мына мемлекеттік бюджет, яғни жалпы бюджеттің де, Қазақстан Республикасының бюджеті бар, Оралдың бюджеті бар, біздің Батыс Қазақстан облысының бюджеті бар, ол барлығы халықтікі. Яғни ол халықтың алымдарынан, төлемдерінен, салықтарынан барлық жиған тергенінен мемлекетке осы бюджеті құралады. Және ол бюджетті енді халықтың ақшасы болғаннан кейін, ол ақшаға сатып алынатын, мысалы асфальтың бар, мектебің бар, мысалы ана футбол, спорт алаңдары бар, енді көптеген нәрселер жасалынады ғой. Соның барлығында оның бенефициары, яғни түпкі нәтиже алатыны ол халық екенін түсіне алмай жүрміз. Біз де халықта түсіне алмай жүрік, оны яғни мемлекеттік қызметкерлер де түсінбей жүр. Яғни бенефициар. Ол акимат ойлайды, мысалы Бөрлі әкімдігі ақшаны аударды да ойлайды, біз аударып жатырмыз, бізге керек деп. Ол керек, оларға бірақ түпкілікті бенефициары халық. Соны біз халыққа түсіндіре білуіміз керек. Сосын жаңағы Жәкең сөзінде айтқандай, әрине мемлекеттен еш нәрсеге күтуге болмайды деген позицияны толық ұстануға болмайды. Ол яғни кейбір жағдайда, өйткені біз толық ұстанатын болсақ, біз тағы да мемлекеттік шенеуніктерден алыстап кетеміз. Алыстап кетсек, олар тағы да бұл былай айтқанда біздің байлығымызды, ақшамызды шашып, талан-таражға салып бүлдіруі жалғасуы мүмкін. Осыған дейін де солай болды. Өйткені осыған дейінде қаншама миллиардтаған ақшалар бөлініп жатыр. Егер олар желінбеген болса, біздің Оралдың өзі таптаза болар еді. Көшелері де, тротуары түнде жап-жарық болып тұратын еді. Балаларға жететін спорт алаңдары болатын еді. Сарытауда және ана құс фабрикасының әйелдері балаларын қыста аязда, не жазда ыстықта етегіне жауып тұрмас еді. Өйткені аялдама жоқ, білесіздер ме? Сондайға жетпес еді. Сондықтан да бұл жерде мемлекеттің міндеттерін талап ету, ол былай айтқанда ол мемлекеттен, биліктен аузына қарап сұрау емес, талап ете біліп тең-бетең аралары диалогқа келтіруіміз керек. Біздің ойымыз, мақсатымыз, жүргенімізде соны көрсету, ашу, және де ең біздің бір қағидамыз осы жасап жатқан жұмысымызды көрсету. Өйткені көрсетілгеннен кейін халық соған үйрену керек, олар да тартылу керек. Және біз сияқты егер жігіттер, қыздар болатын болса, осылай жұмыс жасаймын, энтузиазм бар, менде осы намысты салайын, осы елді дамытуға деп, олар да осындай тартылуға тиіс. Яғни былай айтқанда той думанды азайтып, өзімізді дұрыстауға, елімізді күшейтуге жұмыстар атқарылуы тиіс. Және де енді мен ылғи да тағы бір айтатын ойым, біздің мемлекет әрине көп салаларға шашылады. Рухани жаңғыртайық дейді, мына жерін дамытайық дейді, кәсіпкерлікті былай істейді, түсінікті, мәдениет бәрі даму керек. Бірақ аш адамға, кедей адамға ештеңесі жоқ, автобустары әр жарты сағат сайын келетін, аялдама жоқ, баласы далада шаң-шаң болып ойнайтын, өйткені спорт площадкасы жоқ, асфальты жоқ, быт-шыт тесіктермен жүретін, уазикпен жүретін қыста. Ондай адамға сен қанша мәдениет немесе де өте керемет ғылыми прогресс туралы айтсаң да оған түсінбейді. Өйткені оның қарны аш,
киімі де бүтін емес, ол басқа ойлайтын. Мен сондықтан ойлайтын, біз бірінші мына бүкіл жағдайды дұрыстайық, адамдарға, біз қоршаған ортамызды бәрін жағдайын, адамдар тойынсын. Содан кейін бар біз оларға келесі кезеңде басқа нәрселерді ұсына бастайық деген ойым. Әлеуметтік мемлекеттің ішіне күтпе дегенде ол үлкен кәсіпкерлерге қатысты да. Егер де мысалы сол үлкен кәсіпкер тендер арқылы бірталай байып дамып жатса, ол мемлекеттің ішіне күтпей халыққа сол жердегі жергілікті мысалы адамдарға көмектесе алады. Ал егер де детдомнан шыққан жетім бала болса, ол мемлекеттен күтпей әрине жұмыс жасау керек, өзі еңбектену керек, бірақ бәрібір оны мемлекет қолдау керек. Жағдайын жасап беру керек бірінші. Мынаға айтады ғой, жетімнің басын сипа деп. Сол сияқты да, сол мәселелерді егерде ол мемлекет жасамаса, ол қолын бәрі сол мемлекетке қарап отырады. Мемлекеттен күтіп отырады. Ол күтуі де дұрыс. Неге десем, біз өзімізді әлеуметтік мемлекет ретінде жарияладық. Соларға көмектесеміз. Қазіргі таңда мына кеше әкімдіктің алдында сол детдомнан шыққан балдар мәселені көтерді ғой. Былай қарасақ, қазір тұрып отырған үйлерде жағдайы мәз емес. Сондықтан оларға егерде мүмкіндік жасап, үйлерін жасап беріп, жұмысқа кіргізсе, ары қарай көтеріліп олар жұмыс жасап кетер еді деген сияқты әңгіме. Енді соңғы сұрақ, жалпы бүгін енді әлеуметтік желіге подкаст түсіріп отырық. Жалпы контент деп жатсыздар, түсіндірме жұмыстар деп жатсыздар. Жалпы осы мемлекеттік бюджеттен осындай бағдарламаларға қаржы бөліну дұрыс деп ойлайсыздар ма? Мен ойымша әрине дұрыс. Өйткені мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс деген ұғым бар. Жалпы соны біздің бірлестіктер әртүрлі, біздің әріптестер көп қой, қате түсініп жатады. Яғни ол заң бойынша мемлекет өзінің қазір жасай алмайтын, немесе уақыт жетпейтін, немесе басқа біреу жеке адам жасаса өте күшті жасайды деген оймен, және де заң бойынша қалыптасқан 21 мекен бірнеше бағыты бар. Мысалға спорт, денсаулық, балаларды жақсы дүниеге тәрбиелеу, нашақорлықты қойғызу, коррупцияны тыю, суицидқа бармау деген көп қой енді бағыттары. Сол бойынша оны ол біреуге делегирование дейді, мысалы беріп тапсырып, соны жақсы етіп жасату. Мемлекет барлығына өйткені үлгермейді. Бірақ енді осы салада осы контенттерді дұрыстап көрсету айту өте дұрыс. Тек бұл жерде сапасы нақты болу тиіс. Өйткені сапа қалай болады, және де оған келіп осылай сөз сөйлейтін адамдар шында да осы іспен айналысып жүрме. Соны байқап алу керек. Өйткені біз қазақтар сөйлеуге шеберміз, мақтануды жақсы көреміз, бірақ іске келгенде кейде шорқақтап қала жатамыз. Сондықтан соларды, яғни спикерлерді таңдау, яғни олардың сөзі мен істері ұйқасып тұрса, құба-құба онда. Үлгі боларлықтай дейсіз ғой. Қосып кететін болсам, былай қарасақ, қазір енді интернетте ғой, ғаламторда барлығы дамыту керек. Көбінесе тепе-теңдік жоқ. Орысша контент пен қазақша контент. Сондықтан мемлекет қазіргі таңда осы қазақша контентті қолдау керек. Қаржы бөлу керек міндетті түрде, аяққа тұрғызып алу керек. Ары қарай егерде көтерілгеннен кейін жағдайлар келсе, ары қарай алып кететіндей мүмкіндік жағдай туғызу керек қой. Неге десең, қазіргі таңда қарасақ, кезінде мына тілдер дамыту басқармасында істеген уақытында өте көп мына статистиканы қараймыз ғой. Басылым орысша болды. Неге десең, ол сөйтіп орысша газет, манағы нелер журналдар шыққаннан кейін міндетті түрде аудиторияны да жаулап отырады. Ал оған мүмкіндік манағы қазақша альтернатива жоқ та. Ал кісілер оқимын десе де мүмкіндік газет беттері аз болды. Сондықтан да бұл жерде мемлекет сол қазақша баспаларды көтеруге тырысты. Неге тепе-теңдікті сақтау керек мәселені. Ол оған қатысты, телевидениеға да қатысты мәселе болды. Қазіргі таңда интернетке қатысты нәрсе болды. Неге десең, аудитория бар, бірақ контент аз қазақша. Сондықтан да міндетті түрде оларды көтеріп, проблемаларды да қандай сапасы да бірдей болу керек қой, жағдай туғызу керек міндетті түрде. Түсінікті. Бақылап, тексеріп жүрсе, ешкім жұмысын тексермесе, мысалға, барлығы өзінің білгенін салып кетеді ғой енді. Әрине, осындай азаматтық қоғам қалыптасып, әрбір іске жауапты болсақ, немқұрайлы қарамасақ, үлкен жетістікке жетеді секілдіміз. Сіздерге көп-көп рахмет. Бүгінгі кешімізге келіп, бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп, өз ойларыңызбен
өз жұмыстарыңызбен бөліскендеріңізге мың алғыс. Алдағы уақытта жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Аман есен болыңыздар.